О әріпін жазып үйренейік. Мұқият тыңда. Олар бас әріптен және кіші әріптен тұрады. Үлкен жолдың ортасынан сәл төмен қаламыңды қой. Солдан оңға қарай доға иіп, жазу жолының үстіңгі сызығына дейін көлбеу сызық түсіріп, ол сызықты оңға қарай қиғаш үлкен жол ортасына қарай созамыз да тік төмен көлбеу түзу түсіреміз. Жазу жолының төменгі сызығына жеткен соң оңға қарай бұрыш саламыз. Жазу жолының үстіңгі сызығын бастыра солдан оңға қарай белдік саламыз. Ү әріпінің кіші әріпі. Жазу жолының үстіңгі сызығына қаламыңды қой. Төмен көлбеу түзу түсіріп, төменгі сызыққа тигізе ілгек жасап, үстіңгі сызыққа дейін созамыз да, астыңғы үлкен жолдың ортасына дейін көлбеу түзу созып, оңға қарай бұрыштап сызық түсіреміз. Енді жазу жолының төменгі сызығынан сәл төмен солдан оңға қарай белдік саламыз. Ал енді дәптеріңді ашып, менімен бірге О әріпін әдемі жаз.